Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Бүгінгі біздің қарастыратын тақырыбымыз порттардың түрлері, сыртқы порттар. Порт дегеніміз тікелей дербес компьютердің жүйелік тақтасында немесе дербес компьютерде орнатылған қосымша тақталарда орындалатын электрондық құрылғы. Порттардың сыртқы құрылғыларды қосуға арналған бірегей жалғағыштары болады. Олар дербес компьютер мен сыртқы құрылғылар арасында деректермен алмасуға арналған. Әдебиетте порттардың тағы да бір атауы өте жиі кездестіруге болады. Ол интерфейс деп аталады. Барлық порттарды шартты түрде екі топқа бөлуге болады. Біріншісі ішкі порттар, яғни ішкі құрылғыларды қосу үшін арналады. Екіншісі сыртқы порттар, сыртқы құрылғыларды қосу үшін арналады. Осы порттардың жиі кездесетініне және кеңірек қолданылатынына тоқталатын болсақ. Дербес компьютердің сыртқы порттары. Өздеріңіз көріп отырғандай, пернетақта мен тінтуірді жалғауға арналған PS2 порты. Келесі порт принтерлердің, сканерлердің және плоттерлердің бүгінгіде ескірген модельдерін қосуға арналған параллельді порт. Диалап типті модемдер мен ескі принтерлер құрылғыларын жалғауға арналған RS-232 тізбекті ком порты. Ойын консольдерін, MIDI пернетақталарын, музыкалық аспаптарды жалғауға арналған MIDI порты. Жергілікті торап пен желілік құрылғыларды жалғауға арналған Ethernet порты. Келесі порттар тобы ол аудиопорттар. Микрофонды жалғауға арналған шығыс микрофон порты. Дыбыстық құрылғылардың желілік ажыратқышына арналған аналогтық аудио ин ұясы. Аналогты дыбыстық сигналдың шығу ұясы аудио аут. Келесі порттар топтамасы видеоға арналған порттар. Видео аут төмен жиілікті бейне сигналдарды қосу және ажырату үшін қолданылады. SVG бейне көрініс құрылғыларын жалғауға арналған порты. HDMI жалғағышы заманауи бейне порты. Және де SVG-ға қарағанда заманауилау видео бейнелеу құрылғыларын жалғауға арналған DVI порты. Сонымен қатар бұл порттармен қоса қазіргі уақытта кеңінен қолданылатын біз USB портын қарастырамыз. USB порты көптеген тізбекті ком порттардың және параллельді LPT порттардың қазіргі заманғы алмастырылған нұсқасы болып табылады. Кейбір өндірушілер өздерінің жүйелік тақталарынан әлі де ком портпен құрамдайтынын айта кету қажет. Дегенмен тізбекті порт деген атаудың өзі бағдарламалық жасақтаудың әзірлеушілері тарапынан әлі күнге дейін қолданылады. Мысалы, Bluetooth құрылғылар, ұялы телефондардың порттары жиі дәл осы тізбекті порт деп ұсынылады. Құрылғы бір мезгілде 8 бит деректі жеткізуге мүмкіндік береді. Шынында да тек бір бағытта ғана компьютердің периферияға ғана бағытталады. Бұған қосымша онда 4 басқарушы бит бар. Деректер биттері жағдайындағы сияқты басқарушы биттер де дербес компьютерден сыртқы құрылғыға жібереді. Және 4 күйдің биті бар. USB бұл Universal Serial Bus портының толық атауының қысқартылған түрі. Бүгінгі күнде бұл дербес компьютерде кеңінен қолданылатын порттардың бірі болып табылады. Деректермен алмасу жылдамдығы USB 2.0 интерфейсі үшін секундына 400 мегабитке дейін, ал USB 3.0 интерфейсі үшін 5 гигабитке дейін жете алады. Айта кететіні, бұл интерфейстің барлық нұсқалары өзара үйлесімді болып келеді. Яғни 2.0 интерфейсі қолданатын құрылғыны USB 3.0 портына да жалғауға болады. Сәйкесінше USB 3.0 портына қолданатын құрылғы USB 2.0 портына да жалғана алады. Бұл жағдайда порт жылдамдығын қажетті шамаға дейін автоматты түрде азайтады. Жалғыз ғана шарт, егер қалыпты жұмыс жағдайы үшін USB 2.0
максималды жылдамдығынан жоғарғы жылдамдық қажет болса, онда перифериялық құрылғы дұрыс жұмысы бұл жағдайда мүмкін емес болады. Сондай-ақ кейбір құрылғылар үшін қазіргі уақытта USB порты электр қуатын беру көзі бола алады. Бұл жағдайда электр желісіне қосылу үшін қосымша блок қажет емес. Сондықтан бұл өте қолайлы. Заманауи сандық құрылғыларды әзірлеушілер үнемі минимизацияға, яғни барынша азайтылушылыққа ұмтылады. Сондықтан бұл порттың конструкциялық тұрғыдан стандартты жалғағыштан басқа кішкентай құрылғылар үшін тағы да мини нұсқалары, яғни мини USB-лер болады. Өзінің жалғағышының конструкциясынан басқа, бұл мини USB құрылғыларының стандартты USB порттардан аса бір түбегейлі ерекшеліктері жоқ. Барлық дерлік заманауи құрылғылардың дербес компьютерге қосылуы үшін USB порттар бар. USB OTG бұндай құрылғыларды екі жақты пайдалануға мүмкіндік туғызады. Қай қызметті атқаратынын олар өздері белгілейді. OTG құрылғыларды компьютерге қосуға болады, және бұл құрылғыларға дәл сол порт арқылы USB периферияны жалғауға да болады. Әдетте бұл флеш жинақтауыштар, сандық фотоаппараттар, пернетақталар, тінтуірлер және қосымша драйверлерді қажет етпейтін басқа да құрылғылар. Порттардың қосымша түрлері қазіргі уақытта кеңінен қолданыла бермейтіндері жайлы дәріс соңында ұсынылған әдебиеттердегі толық баяндалған. Тағы бір қажетті порттардың бірі ол microSD адаптері. Бұл слот қазіргі уақытта көптеген заманауи смартфондар, планшеттер, плеерлер және басқа да мобильді гаджеттер жабдықталған microSD форматындағы жады карталарын оқиды. Сондай-ақ қазіргі уақытта өзекті порттардың бірі бұл Thunderbolt технологиясын қолданады. Thunderbolt бұл перифериялық құрылғыларды іске қосу үшін қолданылатын технология. Аталған технологияны әзірлеу үшін Intel және Apple компаниялары жұмыс істеді. Бұл технология дербес компьютерді басқа перифериялық құрылғылармен жалғаудың әмбебап стандартын құрайды. USB құрылғысынан аса жетілдірілген және заманауиландырылған қандай да бір баламасы болып табылады. Thunderbolt 2 DisplayPort және PCI Express интерфейстерінің жиынтығы. Технологияның басты құндылығы бірнеше гаджеттерді қосу қажет болса, коммутаторды немесе концентраторды талап етпейді. Тек бір ғана 2 каналды портты қолдана отырып, бір мезгілде 6-ға дейін девайсты іске қолдануға болады. Thunderbolt'тың деректер алмасу жылдамдығының өзі секундына 40 гигабитті қамтиды. Thunderbolt'тың алғашқы нұсқаларының өзі USB жылдамдығы бойынша шамамен 2 есеге дейін басым болғанын ескерсек, технология қарқынды дамып жатыр. Дербес компьютерлердің сыртқы порттары жайлы ақпарат осы. Шолу бойынша мәліметтерді әрі қарай зерделеп оқу үшін келесідей тапсырмалар ұсынылады. Бірінші, қолда бар порттардың техникалық сипаттамаларының кестесін әзірлеу. Екінші, компьютер мониторын үйдегі теледидарға қосуды жүзеге асыру. Үшінші, алынбалы тасымалдағыштарды, яғни флеш-картаны смартфонға USB арқылы қосу жолдарын анықтау және іске асыру. Төртінші, дербес компьютердің сыртқы порттарының суреті бойынша сұлба әзірлеу. Орындалған тапсырмаларды бейне дәрістің бастапқы бетіндегі ұсынылған электрондық поштаға жолдауларыңызды сұраймын. Тақырып бойынша жұмыс жасау барысында төменде сілтеме берілген әдебиет кәсіпқор холдингі коммерциялық емес акционерлік қоғамымен құрастырылған компьютердің бағдарламалық аппараттық қамтамасыз етілуін баптау және қызмет көрсету оқу құралы. Назарларыңызға рахмет. Келесі сабақта жүздескенше.